Аман ба ардақты көрермен, еліміздегі бас басылым Егемен Қазақстанның 28 қаңтардағы санында жарық көрген қызықты әрі танымдық мақалаларға шолу жасаймыз. Қаңтар қырғыны елдегі жастар саясатының жеткіліксіз жүргізіліп жатқанын аңғартты. Себебі алаңға бейбіт ұстаныммен шыққан өрімдердің оңай арандап қалғанын көз көрді. 2021 жылғы халық санағының алғашқы нәтижелері Қазақстан халқының 19,72%, 14-28 жас аралығындағы жастар екенін көрсетті. Ал ұлттық статистика бюросының дерегіне сәйкес 250 мыңнан астам жас жұмыссыз не білім алмайды. Көбіне еліміздегі жастармен тығыз байланыс қоғамдық шараларға тарту жоғарғы оқу орнының қабырғалары мен колледж студенттерімен жүргізіледі. Қалған жастармен байланыс орнатылмайды. Осыдан қазақ жастарының арандатушыларға, радикалды идеяларға қарсы ұлттық иммунитеті қалыптаспайды. Газетіміздің бүгінгі санында тілші Меруерт Бүркітбайқызы идеологиялық иммунитет неге төмен мақаласында осы тақырып төңірегіндегі түйткілді сауалдарға жауап іздеп көрді. Өткен жылдың шілдесінен бастап мемлекеттік қызметшілердің жалақысын төлеудің жаңа жүйесі енгізілді. Сол жаңа ережеге сай еңбекақы лауазымның маңыздылығына байланысты төлене бастады. Осыдан соң бұқаралық ақпарат құралдарында әкімдердің жалақысы туралы жиі сөз қозғалып жүр. Қызылорда, Атырау, Қарағанды, Түркістан облыстарының әкімдері жалақысының көлемін жасырмай-ақ жариялады. Батыста бұл үрдіс әлде қашан дамып кеткені соншалық, тіпті қала мэрлерінің қандай сыйлық алып, іс-шараға қанша қаржы құртқаны ресми сайтта ашық көрсетіледі. Тілші Абай Отар еңбекақысын айтудан бас тартқан әкімдердің атқарған еңбегі мен жалақысы арасында алшақтық бар ма деп баға арнады. Тақырыпқа қатысты толық мағлұмат әкімдердің еңбегі мен ақысы мақаласында. Газетіміздің бүгінгі саны арқылы Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлының ұрпағы Зият Шәкәрімұлының «Күз» атты өлеңі тұңғыш рет баспа көрді. Семейлік өлкетанушы, ұлттық музейдің ғылыми қызметкері Ләззат Әлжан 2007 жылы Мереке ата Зиятұлыны арнайы іздеп барып, қария қорынан осы өлеңді алып келген. Бұдан басқа Шәкәрім Қажы ұрпақтарының қуғын-сүргін кезеңіндегі көрген қиыншылығы мен соңыра табысуын тілші Бекен Қайратұлының Зият Шәкәрімұлының қолжазбасы мақаласынан оқи аласыз. Жаһанда жан алқымынан алып тұрған планеталық пандемияның салқыны өнер мен мәдениеттің қанат жаюына тұсау болып отыр. Оның бір ғана мысалы жылына 10 миллионнан астам адам тамашалайтын Лувр мұражайына өткен жылы небәрі 2,8 миллион адам ғана ат басын бұрған. Бұл ковидке дейінгі деңгейден 60-70% төмен. Тілші Мирас Асан Луврды тамашалаушылар легі аз мақаласында әлемдегі өзге де мәдени орындардың пандемиядағы жай-күйін тарқатып жазды. Әдеттегідей газетіміздің бүгінгі санынан аталған мақаланы оқи аласыз. Осы және өзге де мазмұнды мақалаларды Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі саны және егемен.kz сайтынан таба аласыз.